табаны 3 burç болып келеді. Егер 3 burç орнына 4 burçты алсақ, 4 burçты пирамида деп аталатын еді. Тетраэдр ол оның 4 төбесі алтын қыры және 4 жағы болады екен. Тетраэдрде АБД оның АБ-сы оның табаны болып келеді. АБ-д оның бүйір жақтары, яғни ДБ-сы және АД-сы олардың бүйір жақтары болып келеді екен. Тетраэдр бұл осы табан жақтары және оның мысалы оның ауданы табу үшін оның қабырғаларының квадраттары және оның түбірастындағы үшке көбейтеміз. Ол сенен қосымша алған мәліметтерің, иә? Оны біз әлі өткен жоқпыз. Тетраэдрдің ішіндегі пирамида деп аталады. Бұның осы төбе, бұның пирамида деп аталады. табаны оны 4 burç болып түседі. Ал тетраэдр табаны ол 3 burçты болады. Ал осы пирамиданың 4 төбесі болады. АБ-сы